Алдымен өзіңізді өзгертіңіз, сонда өзгелердің де өзгергенін байқайсыз. Өткенін көп айтатындар, бүгінге айтары жоқтар. Ешкімге қызғанышпен қарамаңыз, қызғаныш ауруға апаратын баспалдақ тәрізді. Біткен іске сыншы көп. Бәріне қолайлы адам болсаңыз, адамдарды басыңызға шығаруға дайын болыңыз. Әйелі көп үйдің қонағы аш қалады. Біреуге қызғанышпен қарау, өзіңді ол адамнан төмен санау. Алыстан қарағанда адамдардың бәрі жақсы. Кейде ең үлкен даналық үнсіз қалу болып табылады. Ақша санағанды жақсы көреді. Әйелдер аузын ашпағанша сұлу әрі тартымды болады. Кәрі адамның көруі нашарлағанымен көңілі кемелдене түседі. Досым деп бар сырыңды ақтарудан сақ бол, себебі досыңның да досы бар. Біреуден құтылғың келсе, оған қарызға ақша бер. Әркім өз деңгейінде сынайды. Сізді жақсы көретін ортаға анда-санда ғана барыңыз. Сіздің келгеніңізге қуана қоймаған жерге ешқашан аяқ баспаңыз. Ақшасының жоқтығына бәрі қапаланады, ал ақылының жоқтығына ешкім. Қайғы келмейінше жақсылық бағаланбайды. Құдай адамға көп тыңдап, аз сөйлеу үшін 2 құлақ пен 1 ауыз берді. Бәріне жақсылық істеген адам ешкімнен алғыс ала алмайды. Өзгелердің қателігінен сабақ ал. Нағыз бай адам қолындағы барына шүкіршілік еткені. Алтын мен кітапты бірдей жерге түсіріп алсаңыз, алдымен кітапты алыңыз. Саған тек қана қайғысын айтып, ал қуанышын жасыратын адамға ешқашан сенбе. Бәрі қолайлы уақытты күтеді, ал уақыт ешкімді де күтпейді. Кәріліктен емес, жалғыздықтан қорқ. Уәдені оңай беретін адамға сенбе. Айналаңыздағыларды мойныңызға отырғыңыз келмесе, қатты еңкеймеңіз. Боран кішкентай отты өшіреді, бірақ үлкен отты үдете түседі. Егер аспаннан тас жауса, міндетті түрде кедейдің басына түседі. Үйде ұрыс болса, аспандағы найзағайдың да даусы естілмейді. Бергеніңізді еске алмаңыз, ал алғаныңызды ұмытпаңыз. Қара жерден ақ нан алынады. Біреудің 10 кемшілігін табу оңай, өзіңнен 1 кемшілікте таба алмайсың. Өтірікшіге берілген ең үлкен жаза, оның шын сөзіне де ешкімнің сенбеуі. Күні бойы іссіз жүргеннен ауыр іс жоқ. Шындықпен дүниені бағындырған ешкім жоқ. Еш нәрсе білмейтінін білген кісі білімдінің білімдісі. Құлағыңмен есіткеніңе емес, көзіңмен көргеніңе сен. Білмеймін деген, білемін деген кісіден көп біледі. Жақсылар жаманды көріп үйренеді. Адам тым болмаса, әуесқойлық үшін өмір сүруі керек. Ата-аналар балаларын сөйлеуге үйретсе, балалар оларды сөйлемеуге үйретеді.
қонақ пен балықтың 3 күннен кейін иісі шыға бастайды.